Сәлем достар, бүгін біз бұл видеода инсультті қалай дер кезінде анықтап, оның алдын алып, өзіңізді немесе туысыңыздың өмірін аман алып қалуға болатын жайлы құнды ақпаратпен бөлісетін боламыз. Инсульт дегеніміз мидағы қан айналымының аяқ асты бұзылуын айтады. Инсульт кез келген адамда, кез келген сәтте болуы мүмкін. Инсультты ишемиялық және геморрагиялық инсульт деп екі түрге бөледі. Ишемиялық инсульт кезінде жеткізу тамырларының бір арқылы миға қан ағымы күрт тоқтайды. Мұның себебі қан ағынының саңылауын бітеп тастайтын тромбтардың пайда болуынан. Геморрагиялық инсульт бас ми тамырының жарылуы салдарынан пайда болады. Бас сүйек кеңістігіне қан ағып тіндерге таралады және миды қысады. Геморрагиялық инсульт көбінесе қан қысымының күрт көтерілуінен пайда болады. Инсульт басталар алдын ағзаңыз сізге бірнеше күн бұрын белгілер жіберіп ескерту жасайды. Ол қандай белгілер? Соларға тоқталатын болсақ, олар ең бірінші қан қысымының әдеттегіден қайта-қайта көтеріле беруі және басыңыздың жиі қатты ауруы. Келесі белгі тромбоз, яғни аяқтарда тромбтардың пайда болуы. Келесі белгі тез шаршап қалу. Келесі белгі ауаның жетіспеуі, яғни адам қайта-қайта ыстықтап, ауаның жетіспеуінен терезені ашып демалуға тырысады. Келесі белгі ұйқының бұзылысы, яғни адам қанша тырысса да түнде ұйықтай алмауы жатады. Келесі белгі адамның көзі дұрыс көрмей, көз алдында қара нүктелердің пайда болуымен байқалады. Міне, адамдарда бірнеше күн бұрын инсульт басталарда осындай белгілер болуы мүмкін. Осындай белгілердің бір мезетте бірнешеуі болатын болса, онда бұндай белгілерге бей-жай қарамай дәрігерге міндетті түрде қаралу керек. Ал енді инсульттың басталуына небәрі 30 минут қалғандағы белгілерге тоқталатын болсақ, бірінші белгі сөйлеудің бұзылысы, яғни сіз инсульт алғалы тұрған адамға бір сөзді қайталауын сұрағанда, ол сөзді анық қайталай алмауы, немесе сіздің кез келген сұрағыңызға тілінің күрмеленіп жауап бере алмауы жатады. Келесі қолдың, дененің кейбір бөліктерінің жансыздануы, яғни столдың үстінде тұрған дәріні, не болмаса стаканды өз бетімен қолын басқарып ұстай алмауы, яғни денесін, дене мүшелерін басқара алмауы жатады. Келесі негізгі белгі, сіз ол адамнан жымиюын сұраған кезде, оның жымиюы асимметриялық сипатта болады. Яғни бір жақ беті жымиып тұрса, екінші жақ беті соғалпы өзгеріссіз тұруы мүмкін. Келесі белгі, сіз ол адамнан екі қолын жоғары көтеруін өтінген кезде, ол адамның тек қана бір қолын ғана көтере алуымен байқалады. Яғни бұндай белгілер дәл сол моментте инсульт алып тұрған адамның бір жақ бөлігі, денесінің бір жақ бөлігінің толық істен шығып тұрғандығымен сипатталады. Міне, осы белгілер болса, міндетті түрде уақыт өткізбей дереу жедел жәрдем шақыру керек. Себебі бұл кезде ауруханаға жеткізудің әр минуты, әр секунды маңызды. Себебі инсульттың салдары өте жаман. Адам өмір бойы инвалид болып қалуы мүмкін. Ең сорақысы өмірден өтіп кетуі мүмкін. Әдетте инсульттың алғашқы белгілерін науқастың айналасындағы адамдар байқайды. Алғашқы минуттарда қауіпті жағдайға күдіктеніп, дереу жедел жәрдем шақырып, алғашқы көмекті дереу бастау керек. Инсульт алып тұрған адамға дереу 1-2 сағаттың ішінде жедел жәрдем көмегі келіп, дәрігердің көмегі көрсетілсе, онда ол адам осы инсульттың салдарынан және өмірін құтқарып қалу мүмкіндігі жоғарылайды. Міне, сондықтан өзіңіз немесе туысыңыз осындай жағдайға душар болып қалмас үшін, әрбір адам инсульттың басталуының және адамда уже инсульттың болып тұрғанының алғашқы белгілерімен таныс болуы керек. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоның сілтемесін басқа да таныстарыңызға, туыстарыңызға жіберіп қойыңыздар. Себебі сіздің жай ғана осы әрекетті жасауыңыз көптеген адамның өмірін аман алып қалуға септігіңіз тиюі мүмкін.